Миды жеп қоятын 3 әдетті бәріміз күнде жасаймыз. Сіз миды біртіндеп өлтіріп жатқан әдеттерді күнде қайталайсыз. Төмендегі 3 зиянды дағды сіздің есте сақтау, ойлау және зейін қабілетіңізге тікелей әсер етіп жатыр. Кеш ұйықтау және ұйқыны азайту. Миға ұйқы демалыс емес, жаңа ақпараттарды сұрыптайтын маңызды кезең. Ұйқы аз болса, нейрондар толық қалпына келмейді. Созылмалы ұйқы тапшылығы есте сақтау қабілетін нашарлатады. Зейінді төмендетеді. Альцгеймерге жол ашады. Ғалымдар кешкі 10-11 аралығында ұйықтауды ұсынады. Ұялы телефонға телміріп отыру, экран жарығы, әсіресе көк жарық мидың шаршауын тездетеді. Әлеуметтік желілер арқылы артық ақпарат зейінді бөледі. Тұрақты уайым мен стреске түсіреді. Ми ақпаратты ажырата алмай тоқырауға ұшырайды. Күнделікті экран уақытын 2-3 сағаттан асырмау керек. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын телефонды қойыңыз. Көбі өңделген тағам жеу, чипси, тәтті сусындар, фастфуд, бәрі трансмайлар мен жасанды қоспаларға толы. Олар мидағы қан айналымын бұзады. Нейрондарға оттегі жетіспей қалады. Тіпті депрессияда қоздыруы мүмкін. Миға пайдалы азықтар: балық, жаңғақ, қара шоколад, көк шай, көк жидек. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір оп-оңай әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.